Қытайдан тауарды 2-3 есе арзан бағада Қазақстанда отырып тапсырыс беруге болады. Ешқандай минималды сомма жоқ. Осыған көмектесетін Pinduoduo деген сервис арқылы қалай жұмыс жасауға болады, осы видеода қарастыратын боламыз. Бағасы Қазақстанға қарағанда әлдеқайда арзан. Тапсырыс беру үшін осы қосымшаға өтеміз. Жүктейтін сілтеме осы Pinduoduo'ның сайтынан жүктеуге болады, немесе App Store мен Google Play'ден іздеп көріңіз. Әрі қарай тіркелу жағы өте оңай. Қазақстандық номерлер бұл жерде жұмыс жасай береді, код келіп тіркелгеннен кейін міне осылай шығады. Енді бізге керек тауарды қалай табуға болады? Жоғарғы жағында категориялар бар әртүрлі. Біз осыны басу арқылы әртүрлі категорияларды көруімізге болады. Мысалы, мына жерде монитор тұр. Окей, мониторлар бұл жерде. Мына жерде кітап тұр, мына жерде чайник деген секілді. Жоғарғы жағында поиск бар. Осы поискке біз жазуымызға болады. Қытай тілінде немесе басқа тілде. Мысалға мен ағылшын тілінде headphones деп іздеймін, яғни қалай оқылатынын білмеймін, осылай құлаққап деген сөз. Сол кезде бізге сондай тауарларды шығарады. Бағасы көрсетілген. Мына жерде 2-де 8 деп тұр, 38-де 71 деп тұр, 79, 49-да 9 деп тұр. Бұл юанмен көрсетілген. Юанды теңгеге айырбастау үшін Google-ге юан в теңге деп жазамыз, сол кезде шығарады. 1 юан 60 теңге қазір осы видео түсірілген уақытта. Соны былай ойша да көбейтсеңіз болады. Мысалға мына жерде 12 юан деп тұр. Демек, примерно бір 700 теңге шығады, мына кітапты алатын болсам. Тағы бір іздеудің өте қарапайым жолы бар. Бұл картинканы қолдану. Осы фотоаппараттың суретін басамыз. Сол кезде міне картинканы іздейміз осылай. Картинканы табамыз, сол картинканы сканировать етсек болады. Немесе үйіңізде дәл сол зат болатын болса, соның фотосын былай көрсетсеңіз, осылай тауып береді. Мына жерде тауарлар көрсетілген. 30 юан деп тұр, 42 юан деп тұр, 19 юан. Қазақстандағы бағасы жаңағы заттың, дәл осы заттың 16.400 теңге. Мына жерде міне 30 юан, яғни 2000 теңгеден басталады. Одан қымбаттау, одан арзандау түрлерінде табуға болады. Әрі қарай тапсырыс беру үшін кез келген тауардың үстін басамыз. Сол кезде сол тауар туралы біз толығырақ білуімізге болады. Төменге түсеміз. Мына жерде отзывтар болады. Қазір міне мына жерді басатын болсақ, міне отзывтарды көруімізге болады. Қазіргі жағдайда міне мына жерде отзывтар болмайтын болса, аз болуы мүмкін, немесе жоқ болуы мүмкін. Картинкалар шығады, ашып көрсеңіз болады осылай. Бұл қандай кітап немесе қандай тауар дегендей. Одан кейін басты назар аударатын дүние, мына жерде егер 12 юан деп көрсетілген болса, бұл сізге 12 юанға шығады деген сөз емес. Доставканың бағасы бар. Ол шамамен килограммына $4, кейбір компанияларда $4,5. Соны есептеуіңіз керек. Сіз бір ауыр зат алып, кейін минусқа кіріп кетпес үшін. Мысалға, мына кітаптың бағасы айталық 700 теңге болады. Мен 700 теңгені төлеймін мыналарға. Олар жібереді. Доставка жасайтын компания килограммына $4,5 алады. Мынаның салмағы шамамен бір айталық 300 грамм болатын болса, доставкаға мен 800 теңге немесе 700 теңге төлеуім мүмкін. Шамамен бұлай айту үшін көріп жатырмын. Егер мына жерде мысалға айталық ауырлау зат болатын болса, мысалға мына затты, мына үстел, осы креслоның бағасы мына жерде 169 юан, яғни 7000 теңге деп алайық, средний. Немесе, жоқ, 12000 теңге болады. Бірақ салмағы 20 килограмм болуы мүмкін, мысалға, демек $4, $4,5 деп алатын болсақ, средний бұның доставкасының өзі бір 20-30 мың немесе 50 мың теңге болуы мүмкін. Оны 4,5-ді сол килограммға көбейтесіз, одан кейін бір $1 шығады, соны 463-ге немесе қазір курсына есептеп көруге болады. 20 килограмм деп алатын болсақ, ол $90 болады. Ал егер қазіргі курсы 455 теңге деп алатын болса, ол 40 мың теңге доставкасы шығады. Доставкасының бағасынан тауардың бағасы арзан болуы мүмкін. Бұл абсолютті нормальный. Қазақстандағы бағасын қарайсыз, егер 100 мың деп тұратын болса, мына жерде доставка бәрін қосқанда 60 мың, 70 мың шығатын болса, онда әрі қарай сізге по-любому эконом болады. Сондықтан сол жағында есептеңіз. Ал егер доставкасын қосқан кезде Қазақстаннан да қымбат болып кетсе, бұл тиімді емес. Сондықтан бірінші соны есептеп алыңыз. Салмағын білу керек. Салмағын қалай табуға болады? Енді шамамен табуға болады. Мысалға мына жерде қарайтын болсаңыз, бұның үйіңізде болатын болса, салмағы белгілі 15 килограмм болуы мүмкін, 20. Мынау болатын болса, енді салмағы түсінікті, бір какой-то грамм болады. Мынадай мышка немесе мынандай шалбар болатын болса, монитор болатын болса, дәл осындай мониторды іздейсіз. Мына жерде жазуы тұруы мүмкін. Немесе осындай мониторды іздейсіз. Оның салмағы сол сайттарда орысша немесе ағылшын тілінде жазып қояды. Сол арқылы көруге болады. Немесе бұны қалай аударып көруге болады? Кез келген тауарды ашамыз. Осылай скриншот жасаймыз. Одан кейін Google Translator деген программаны ашамыз.
камераны басамыз, жаңағы суретті таңдаймыз. Сол кезде бізге Қытай тілінен орыс тіліне аударып береді. Осылай аударып көруге болады. Бұл жерде салмағы негізі жазулы тұрған болу керек. Мына жерде әртүрлі ақпараттар бар, осылай аударып көруге болады. Кейбір телефондарда экраннан аудару өте оңай, сондықтан сондай мүмкіндіктерде бар. Бұл Google переводчик арқылы. Әрі қарай енді шынымен бір тапсырыс беріп көрейік. Ол үшін мен мынадай бір кітапты алдым. Бұның бағасы 11 юан. Салмағы да енді понятно, примерно достапқа 600-700 теңгеге шығады. Басамыз мына қызыл батырманы, әрі қарай осыны басамыз, қызыл батырманы. Және мынаны қараңыздар. Жоғарғы жағында бірінші рет кірген кезде сіздерде осылай адрес тұрады. Осылай адрес жазу керек. Мына жерде маған келу керек, маған қай жерге жеткізу керек, мен соны жаздым. Егер пустой болса, add new address дегенді басамыз. Мына жерге аты жөніңізді жазасыз, телефон номерді жазасыз. Одан кейін регион деп тұрады. Қазақстан болғаннан кейін аймақ таңдайсыз, одан кейін барып қай қала, соның бәрін жазасыз. Мына жерде пост код деген жерде почта индексін жазасыз. Ол да керек болуы мүмкін. Почта индексін қалай табуға болады? Кез келген Google-ге жазасыз, мысалға ауылыңыздың аты осындай Жамбыл облысы, осындай ауыл, почта индекс деп жазсаңыз шығарып береді. Немесе почтадан білуге болады. Ол сайтта жазылған, бәрі табу оңай. Екінші, филиал. Бұл енді Қытайдан Қазақстанға доставка жасап беретін компаниялардың тізімі. Жаңа пост деген бар, 786 экспресс бар, және B-пост деген бар. Әртүрлі осылар қосылып жатыр. Жаңа постта $4,5 килограммына, мынада $4, мыналарда 3,7, кейбіреулерінде 4,2 деген секілді. Бұл жерде барлығы сіздің адресіңізге дейін жеткізбеуі мүмкін. Мысалға мен өзім Бейнеуде тұратын болсам, мынау төртеуінің ешқайсысы Бейнеуге, кейбіреулері біразы Бейнеуге жеткізбейді. Және мен өзім қолданатын осы жаңа пост деген, әзірге осыны қолданып көрем, алдағы уақытта басқа компанияларда көруі мүмкін, арзандау болатын болса. Осыны таңдаймын. Растау дегенді басам. Және мына көріп тұрғандарымыздай жаңағы тікелей филиалға жеткізу, немесе осындай қазақ тілі қосылған осы қосымшаға, бұның бәрі негізі жаңа пост деген сервистің арқасында. Солардың өздері айтты оны. Және алдағы уақытта жаңа пост арқылы 1688 сияқты сайттардан да доставка жеткізуге болады. Сондықтан осы ыңғайлы болғандықтан мен осыны таңдаймын. Басамыз әрі қарай. Одан кейін төлем тәсілі деген болады. Бірінші рет кірген кезде сізде төлем тәсілі жоқ. Жаңағы бағасы 11 юан, және комиссия бар осындай 3%, және 2 юан. Осы карта деген бар. Егер карта жоқ болатын болса, сіз картаны мынаны басу арқылы қосуыңыз керек. Төмен түсеміз. Мына жерде картаны фотоаппараттың үстін басып, картаңызды сканерлесеңіз болады. Сол кезде барлығын жазып әрі қарай тапсырыс беруге болады. Мен картаны таңдаймын. Осыны басам. Және мына жерде кодты жазуым керек өзімнің картамның. Менде әрі қарай тапсырыс қабылданды. Енді бұл осы адрес бойынша маған жеткізіледі. Және мен жаңа пост деген таңдадым. Сізде жаңа посттың приложениесі болу керек. Мысалға менде жаңа пост деп тұр, міне. Жаңа постты ашамын. Тауарға ақшаны сіз алдына да төлейсіз, ал мына жерде келгеннен кейін төлесеңіз де болады. Яғни доставканың ақшасын күтілуде деп тұр мына жерде. Бір кеше кітапты заказ берген, бұл күтілуде деп тұр. Осы жерге кетеді. Енді бұл жаңа постқа тіркелген кезде Pinduoduo мен осы жаңа постта тіркелетін номеріңіз екеуі бірдей болу керек. Одан кейін жолда деп тұр, жаңа тапсырыс берген затым менде біраз уақыттан күтілуде деген бөлімге кетеді. Қоймаға барады. Одан кейін жолда деп тұрады. Яғни маған келе жатыр. Доставканың ақшасы мына жерде міне көрсетіліп тұр. 414 теңге. Мынаның доставканың бағасы 622 теңге. Бұлар салмағын өлшейді. Салмағына сай осы жерде бағасы шығады. Бұны төлеу үшін таңдау дегенді басасыз, әрі қарай Каспи арқылы немесе сондай төлем тәсілдері бар. Толықтыруды басасыз мына жерде $5 дейсіз, немесе осылай кетеді. Бұл енді жаңа пост арқылы немесе басқа компанияны таңдайтын болсаңыз, ол жерде кішкене басқашалау болуы мүмкін. Мен енді оларды қолданып көрмегеннен кейін әзірге айта алмаймын. Тапсырыс беру жолы дәл осылай. Мына жаңа пост деген сервистің әртүрлі осындай бөлімшелері бар. Алматыда бұлардың бөлімшелері көп. Егер сіз орналасқан жерде бұлардың бөлімшелері болмайтын болса, жаңа пост арқылы сіз
алдыра алмайсыз деген сөз. Мысалға мен Бейнеуде тұратын болсам, Бейнеуде олардың бір бөлімшесі бар, Атырауда бар, немесе Орал жақтарда бар деген секілді. Егер сіз қандай да бір ауылда тұратын болсаңыз, мынадай мысалға ондай жағдайда әзірге ала алмайсыз. Жақын бір жерге тапсырыс берсеңіз болады. Мысалға айталық, егер мына жердегі бір ауылда тұратын болсаңыз, Қызылордаға заказ бересіз, келген кезде мына Тереңөзектен Қызылордаға барып алып кетуге болады, әрине тиімді болатын болса.